Сәлем достар! Бүгін біз меренга тортын жасайтын боламыз. Достар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бірінші тестасын жасап аламыз. Жұмыртқаның сарысын қант салып және еріген сары майды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. 2-3 минуттай миксерлейміз. Енді құрғақ қоспаларымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қолымызбен жұмсақ қамыр болғанша жақсылап иілеп аламыз. Тестамызды формамызға біркелкі жайып, тегістеп аламыз. Енді меренгамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ағына қантты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді үстіне ұсақталған грек жаңғағымызды салып, үстіне жүгері крахмалын қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Дайын болған меренгамызды тестамыздың үстіне салып, тегістеп жайып шығамыз. Алдын ала қыздырылған печкамызға 150-160 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Енді піскен бисквитімізді бөлме температурасында суығанша қойып қоямыз. Суыған меренгамыздың үстіне кремімізді жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Достар, кремнің рецептісін осы видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Енді кремнің бетіне кез келген жеміс-жидектерді салып шығуға болады. Менде қарақат пен таңқурайды салдым. Сіздер де қалаған жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар болады. Енді бетіне меренгалы бисквитімізді қойып, креммен сәндеп шығамыз. Дайын болған тортымыздың бетіне қант ұнтағын сеуіп, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Меренгалы тортымыз дайын болды. Достар, сіздер де осылай жасап көрулеріңізге кеңес беремін.
Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.